Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Бүгін біз көшпенділер кітабын, көшпенділер романын талдайтын боламыз. Оның романның ішіндегі бірінші томы, бірінші бөлімі Алмас қылыш. Бұл бізде авторы Ілияс Есенберлин. Жалпы авторына ең алдымен авторын талдайтын болсақ, авторы кім, ол қандай адам деген сұрақтар туындаса, Ілияс Есенберлин ол 1915 жылы 10 қаңтарда қазіргі Ақмола облысының Атбасар қаласында дүниеге келген. Ең алғаш оның мамандығы Қазақстанның ұлы жазушысы, тарихи романдар автор болып саналады. Және ең қызықты факт, ол Ілияс Есенберлинге дейін қазақ әдебиетінде елдің тарихы туралы кітап болмаған. Яғни Мұхтар Әуезовтің Абай жолы еңбегі 19 ғасырдың қазақ қоғамының өмірін бейнелейді, ал моңғол дәуіріне дейін Ұлы Дала, Дешті Қыпшақ, немесе Орта ғасыр, қазақ хандығының құрылуы, 15 ғасыр, 15-16 ғасырдағы барлық оқиғалар осыған дейін жазылмаған. Жазушының өзі көшпенділер трилогиясы туралы былай жазған: мен көшпенділер трилогиясы 1945 жылы ниет еткенмін. 1960 жылы осы 3 романның жұмысына кірістім. Осындай ұзақ әзірлеудің себебі оңай: тарихи материалдар шыдамдылық пен автордың мұқияттылығын талап етеді деген. Яғни автор тарихи романды жазу 1945 жылы жазып бастаған, және 1945 жылы ойлап материалдар жинап бастаған, және жүзеге 1960 жылы асырған. Келесі бізде көшпенділер трилогиясы, ол 15 ғасыр мен 19 ғасырдағы қазақ халқының тарихына арналған. Трилогияның негізі 3 бөліктен тұрады. Ол Алмас қылыш, Жанталас және Қаһар бөлігі. Және біз қазір оқып жатқан Алмас қылыштағы негізі басты оқиға, негізгі оқиғалар ол Әбілқайыр ханның қатаң билігі және халықтың күйзелісі, Керей Жәнібек сұлтандардың Әбілқайырдан бөлініп шығуы, Моғолстан ханы Есенбұғамен келіссөз, Шу мен Қозыбасы өңірінде қоныстану, және 1458 жылы Керей сұлтанның хан сайланғаны, қазақ хандығының ресми құрылуы, дербес мемлекет құру жолындағы жалпы күресі бейнеленген. Уақыты 15 ғасыр мен 16 ғасырлар аралығында, және орын алғаны Дешті Қыпшақ аймағында оқиға орын алады. Негізгі романның негізгі идеясы ол қазақ халқының ұлттық бірлігі мен тәуелсіздікке ұмтылысы. Көшпелі қазақ қоғамның құндылықтары, Есенберлин көшпелі қазақ қоғамының ерекшеліктерін, дәстүрін, салт санасын, адам қатынастарын шынайы көрсетілген. Мысалға, кітапта оқыған боларсыздар, ол батырлардың салт дәстүрлері, немесе белгілі бір биліктің салт дәстүрі. Мысалға, тек қана Шыңғыс ұрпақтары ғана хан сайлана алады, немесе Қобыланды бұзған батыр дәстүрі, яғни ол Алшын батыры, Арғын батырын арқасына пышақ таяғанын, арқасына пышақ не істеп ұрып деймін ба, өлтіргені, қадағаны, екі жарым өлтіргені, оның барлығы қазақтың салт дәстүрін, сондағы қазақ қоғамның, мысалға, әйелдер өз күйеуін өздері таңдағаны, оның барлығы Есенберлин кітабында нақты баяндалып, мысалдар ретінде барлығы көрсетіледі. Және ұлттық мемлекеттік идеясы роман қазақ руларының бірлесуі, дербес мемлекет құру жолдарындағы күрес, хандық билік үшін таласты бейнелейді. Еркіндік пен бостандық мұраты да кездеседі. Керей мен Жәнібек бастаған ру басшылары Әбілқайыр ханның қатаң билігіне наразы болып, қазақ халқының тәуелсіздігін қорғау мақсатында жеке хандық құрды. Егер олар ол кезде олай жасамаса, қазақ хандығының құрылуы екіталай еді. Бұл менде жасанды интеллект арқылы Керей мен Жәнібекті жасап көрсеткім келеді. Бұл Болат сұлтандар мен Барақ сұлтандардың баласы Керей мен Жәнібек хандар. Болат сұлтан мен Барақ сұлтандар, олар бір-біріне бауыр келеді, сондықтан бір-біріне ұқсайды. Бұл орыс сұлтанның несі, ұрпақтары. Және Керей хан кітапта былай дейді: қазақ жұртына бейбіт күнді өзіміз орнатамыз, өзгеден күтпейміз дейді. Яғни бұл сол кезде Керей сұлтанның батылдығы, табандылығы, оның қазақ халқын құрамын деп барлық руларды жинап, барлық кеңестерді өзінің ағайыны Жәнібекпен бірге
бүкіл дешті қыпшақтағы барлық қазақ руларын басын біріктіргені. Және Жәнібек те былай дейді: азат елдің ақ туы ешқашан жерге түспеу керек деген сөзі де бар. Және осымен аяқталды бұл талқылауға арналған сұрақтар. Егер Керей мен Жәнібек бүгінгі қоғамда өмір сүрсе, олар қандай лидер, қандай басшы болатын еді деген сұрақ қойғым келді. Және романдағы жаугершілік дәуір психологиясы қазіргі заманда қандай формада көрінеді? Ақпараттық соғыс, идеология, мәдени бәсекелестік пе? Және үшінші сұрақ, романдағы рулық мүдде мен елдік мүдденің қақтығысы қазіргі қоғамда қандай формада көрінеді? Иә, осы сұрақтар арқылы талқыласаңыздар болады, немесе өздеріңізге ыңғайлы бірінші кітаптың мазмұнынан, немесе өздеріңіз білесіздер қалай талқылағыңыз келсе. Осымен аяқталды. Қаша? Иә, бәрі үй. Мынаның бәрі үй. Мынаның да үй жасады. Мынаның да үй жасады. Perplexity. Промпт жазу керек. Иә, промпт жазу керек. Арнайы промпт жазасыздар. Жоқ, бесплатно емес, платно, иә. Иә, ол кезде бір ту болмады ғой. Тек қана тағы да бір қысқаша қызықты ақпарат. Осы қазақ несін құрған кезде, Керей мен Жәнібек қазақ жерін құрған кезде, олардың алып жатқан жері, яғни Талас өзенінің бойы барлығын қазақ халқы жайлаған аумақ. Егер картадан қарайтын болсаңыздар, олар қыранның қанатына ұқсайды. Осындай бір қызықты факт бар. Осымен болды, рахмет.